Сәлем, біз бүгін 14 февральға арналған дизайндарды жасап бастаймыз. Бүгін бізде сердечный күн. 3 вариантта. Бірінші вариант қара түсті гель лакты сушить оның үстіне матовый топты жағамыз да каучук базамен сердечканы саламыз. Оның үстін обязательно блескпен кептірмей тұрып, блеск үстіне сеуіп, оны кептіргеннен кейін артығын сырып алып тастаймыз, страхивать етіп, одан кейін үстінен глянцевый топпен покрывать етіп, оны сушить етіп аламыз. Сол кезде күшті дизайн шығады. Бірінші вариант дайын. Екінші вариант ақ түсте. Ақ гель лакты сушить еткеннен кейін обязательно үстіне матовый топты жағып, сушить етіп алып, базамен сердечканың саламыз. Одан кейін оны сушить етіп, сразу втирканы втирать етеміз де. Втирка етіп болғаннан кейін сердечкалардың үстін біз обязательно глянцевый топпен перекрывать етеміз. Одан кейін оны лампаға саламыз, кептіреміз. Одан кейін біз оның бәрін артық втирканы сүртіп тастаймыз. Сол кезде блестящий сердечкалар пайда болады. Үшінші вариант красный түсте. Красныйды обязательно матовый топпен жағып алып, оның үстінен біз сердечканы саламыз базамен. Одан кейін өз қалауыңызша оны әшекейлейміз. Менің вариантымда ол крупный блеск индивидуально салынған. Үстіне бірнеше стразы салуды шештім. Оны сушить етіп болғаннан кейін обязательно оның үстін глянцевый топпен перекрывать етеміз. Вуаля, сіздің дизайныңыз дайын. Өте тез және оңай жасалатын дизайндардың бірі. Егер менің идеяларым сізге ұнаса, обязательно поддержите меня, подпишитесь, лайкните и комментарий жасаңыз. Мен өте қуанамын. Буду стараться сіздерге ұнайды деген ойдамын. До следующего раза, пока.